Ғылыми жұмысыңыздың қорғау сәтті жақындады ма? Бұл процесте көптеген адам уайымдап, өзіне сенімсіздік танытады. Бұл видеода мен Гүлсім Құлшаева, Назарбаев университетінің профессоры, өз тәжірибемді, соның ішінде PhD қорғауым туралы айтып беремін. Өзімнің PhD қорғауым 3 сағаттай уақыт алды. 2 профессор менің диссертациямды мұқият оқып, әр бетін егжей-тегжейлі талдап, сұрақтар қойды. Бұл канал ғылыми зерттеулерге, мақалаларды қалай жазу және де уақытыңызды тиімді пайдалануға арналған. Ал ғылыми жұмысты енді бастайын деп жатсаңыз, онда мына видеодағы кеңестерді тыңдаңыз. Кез келген ғылыми жұмысты қорғау сіздің ұзақ уақыт бойы жасаған зерттеу, оқуларыңыздың ең маңызды сәті болып табылады. Экзаменаторларды зерттеу. Сіздің не оқып жатқаныңызға байланысты сіздің қорғауыңыз да әртүрлі форматта болады. Мысалы, сіз магистратураны қорғап жатсаңыз, көп жағдайда сіздің экзаменатор 2 адам немесе 3 адам болады. Ал үлкен PhD диссертация қорғап жатсаңыз, онда ол қандай адам болсын келе алатындай жағдай көп кездеседі. Бірақ сіздің сәтті қорғауыңызға тек экзаменаторлар әсер етеді. Ең біріншіден, сіз экзаменаторлардың қандай жұмыс жасап жатқанын, қандай салада олар эксперт екенін толыққанды біліп оқып алу керексіз. Олардың шығарған ғылыми мақалаларын оқысаңыз, алдын ала қандай сұрақ қоятынына дайын боласыз. Сондықтан экзаменаторларыңызды олардың не жұмыс жасағанын білуіңіз жөн. Екіншісі, презентацияны дайындау. Қандай ғылыми жұмыстың қорғауы болса да, әдетте өзіңіздің жұмысыңызды презентация ретінде түсіндіріп кету міндет. Сондықтан сізге алдын ала қанша уақыт берілетінін біле отырып, сіз соған сай 10 минут болсын, 15 минут болсын, жарты сағат болсын, презентация слайдтарды дайындайсыз. Мен PhD диссертацияны қорғағанда маған 15 минут берілді. Бірақ экзаменаторлар алдын ала менің жұмысымды жақсы білгендіктен, мен тек ең маңызды жетістіктерім туралы жазып, яғни мақсатты, жұмыстың мақсатты, қандай стадиялардан өтті, қандай ең маңызды зерттеулер табылды, және де қорытынды слайдын дайындап, 10 минутта тез айтып шықтым. Бірақ соның өзінде де экзаменаторлар сонша көңіл аудармады, өйткені олар менің жұмысымды алдын ала жақсы біліп алған. Егер сіздің қорғауыңыз үлкен аудиторияда болса, онда әрине сіз басқа адамдарды да есіңізден шығармау керексіз. Соларға сай презентацияның форматында өзгертесіз. Үшінші кеңес. Сұрақтарды болжау және дайындау. Бұл ғылыми жұмыстың қорғауының алдында ең маңызды дайындықтардың бірі деп ойлаймын. Өйткені сіз алдын ала сол сұрақтарды дайындап, өзіңіз үйіңізде оларға жауап бергенде, шынымен қорғауға барғанда қобалжып тұрасыз, сонда алдын ала дайындалған жауап беру оңайға түседі. Ол үшін сізге біріншіден түгел қандай сұрақтар қою мүмкін деген документ дайындап, ең оңай сұрақтан бастап, ең күрделі сұрақтарға дейін жазып шығыңыз. Оларға қалай жауап беретініңізді алдын ала дайындап алыңыз. Сонда қиын сұрақ келсе, сіз сабырмен жауап бере аласыз. Мысалы, менің PhD қорғауым кезінде маған өте көптеген сұрақ қойды. Айтып кеткенімде, экзаменаторлар мен диссертациямның парақ бір бетінен екінші бетіне ауысып отырып, әр секцияны егжей-тегжейлі тексеріп, маған сұрақ қойып отырды. Сондықтан уақыт өте ұзақ болды, бірақ мен басында өте қобалжысам да, әр сұрақтарға жауап беруге дайын болдым. Ғылымда былай айтылады, егер диссертация қорғауға бара жатқанда, сіздің жұмысыңызды сізден артық ешкім білмейді. Сіз жасағандықтан, сіз ол жұмысыңызды өте жақсы білуіңіз тиіс. Төртіншісі, өзіңізге сенімді болу.
презентацияны дайындап, экзаменаторларды оқыдыңыз, олардың мақалаларын оқып, және де болжамды сұрақтарды тізімін құрып дайын отырсыз, бірақ әлі де қобалжу кетпеді. Ондай кезде сіз өзіңізге сеніміңізбен кішкене жұмыс істеуіңіз жөн. Тура презентацияның алдында өте қобалжып тұрсаңыз, терең дем алып, мұрныңызбен дем алып, аузыңызбен деміңізді шығарыңыз. 1-2 рет жасағаннан кейін сіздің деміңіз басылады. Екіншіден, әрине де сіз алдын ала алдыңғы айтып кеткен кеңестерді толыққанды орындасаңыз, онда сіздің сеніміңіз де артады, ол сіздің қатты қобалжымауыңызға да тікелей әсер етеді. Ал егер қиын сұрақ келіп, мен жауап бере алмаймын деген ойлар келіп тұрса, онда әрине сол кезде мен сол мезетте оның жауабын табамын деп өзіңізге айтқаныңыз жөн. Сіз презентация жасағанда, дайындағанда, сұрақтарға жауап бергенде ешқашан мен бұл жұмысты жасамадым, бұл жағын мен білмеймін, менің әріптесім бұл қорытынды шығарды деп айтуыңызға болмайды. Сіз жалғыз адам болғандықтан сіз барлық сұрақтарға қалай болса да дұрыстап жауап беруіңіз керек. Ал егер мүлдем жауабын білмесеңіз, мен қазір бұл сұраққа жауап бере алмаймын, бірақ біліп сізге кейінірек жауап берсем қалай болады деп айтуыңызға болады. Өзімнің жұмысымда мен көптеген презентацияларға қатысқандықтан, және де өзім көптеген презентациялар жасағандықтан, қазір тәжірибемен ол презентация жасау оңайырақ болады. Бірақ сіз бірінші рет жасап тұрсаңыз, және де ол өте маңызды болса, сізге алдын ала дайындалу өте дұрыс болады. Сондықтан ерте дайындалып, ерте осы кеңестерді дайындығыңызға енгізіңіз. Ғылыми жұмысты қорғау бұл сіздің біліміңіздің және де тәжірибеңіздің көрсеткіші. Бұл процесті қорқынышпен емес, сенімділікпен қабылдаңыз. Айтып кеткенімдей, экзаменаторлардың ғылыми саласын жақсы білу, презентацияңызды дайындау, сұрақтарыңызды алдын ала болжамдау, және де төртіншісі өзіңізге сенімділігіңізді арттыру, қорғауыңызды сәтті өтуіне тікелей әсер болады. Соңғы кеңес әрине де үйде алдын ала айнаның алдында немесе достарыңыздың алдында презентацияңызды дайындауға ұмытпаңыз. Осы видеода кеңестер пайдалы болса, маған лайк басып тіркеліп кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, мен Гүлсім Құлшарова. Сау болыңыз.